Давай сен машинаңда отыр. Ба? Дибалатын орады ғой. Бюджетінде бар ғой. Бля. Деп жанды. Ол деп сен өзің айтқан өзің айтып просто не ғой орда түсірме, не қам. Настроение вот, андай. Жоқ, полный 90 минут қоймайсың, қызық жерлерін кесіп именно просто 90 минутта түсіріп аласың да, тік жібере бересің ғой. Андай пиқылдатып жіберуге болады ғой ондайларды. Жүріп атсам газым пиқ газым таусылып жатыр ғой. Ой мә. Оған барып 3000-ға газ құйдым. Балдар сол ертең сабақта 90 біткен соң келеді жоқ. Сағынып атқан жоқ па? Сағынып атырық дейді ғой, қайтқысы келіп жатыр ғой. Тыңдамайды ғой, барды білесің ғой, аңырай береді ғой. Қайсар сияқты момын емес қой, көмпіс емес қой. Сол қазір 11-де трансляция. Жүрсей тамақ жеп шықсай. Жоқ, ақыры деп тұрғансың. Маған шүкір сол 2 баланың қасында ғой, ертең бұйыртса осы 190 біткен соң алып келемін деп отыр ғой. Ау, Сұлтан. Ау? Давай. Ондай сал болғансың ба? Лорттан бірден салып болған. Балаларды кім алып келеді? Ата-ана бірдеңе деп кетті. Мама өзі алып келеді ғой. Өзім келем дейді. Өзі алып келейін деп. Қашан? 1 ай? 2 айдан кейін? Сол ноябрьге, октябрьде алып келеді шығар, 190 біткен. Сол жаққа кеп суғайын деген ғой. Жағдайын білейін деген ғой. Дұрыс болды, соққан. Шүкір ғой, бля, бүгін жылу берді да үйге. Батарейканың ауасын шығарып жүрмін да, мә, өзіңнің батарейкасын ауасын шығарған кайф екен ғой деп қоя. Жа. Биыл бірінші рет қой, енді қысқар салайын деп жатқан. Қатты бір ыстық емес ғой, қан жылын береді де. Ауасын шығарып, мәзір. Рахмет. Мамаңа звондағам сені. Тыныштық қой? Жай, сол жағдайын білейін деп. Қуанып қалсын деген ма? Баласының досы звондады деп. Сосын? Қашан, бүгін ба? Жоқ, өткенде осы 1-2 күн бұрын. Айтқан жоқ қама? Айтпай қойыңыз деген. Өткенде ғана бір 20-сы не болды ғой? Аналар күні болды ғой? Соның барлығы бар құттықтап деген сияқты. Сөйлескен, риза болып не жатыр. Рахмет. Қуанып қалсыншы деп. Кеше ғана сөйлестім ай, бір айтқан жоқ. Айтпай қойдым, соны кішігірім сыйлық жасайын деген, сын тосын сый бір жағынан. Бардачок даш. Неси. Қағазды алсай. Анаң жазған саған хаты ғой. Амансың ба, сүйікті оламын дейді. Айбегім, денсаулық, жұмыс барсың жақсы ма? Жансая мен Каусонай қалай? Жансаяның жұмыс орны құтты болсын. Менде бәрі жақсы, Алла берген. Денсаулықтың арқасында аман есен жүріп жатырмын. Қайсар мен Айбарды сабақтарын оқып, аман есен шауып жүр. Бізде айтарлықтай өзгеріс жоқ. Өзіңде қандай жаңалықтар бар? Жұмыстарың осы кезде қауырт болып жатыр-ау. Түнгі уақытта жұмыстан кеш қайтып бара жатқаныңды салып қоясың. Әрдайым денсаулығың жақсы болып, жұмысыңды абыроймен атқара бер. Осы кезге дейін жеткен жетістіктерің, жетістігіне өз еңбегіңмен жеттің ғой. Әлде де бұдан да биік жетістіктерге жете беруіңе тілектеспін. Өзің айтатын едің ғой, мама, мен өзімді кім екенімді мойындатам деп ауылда бір көрші апаға айтқаның есіңде ме? Сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бал артық деп. Міне сол еңбегінің жемісін алдын көріп жатырсың. Аллаға шүкір. Мен де күнде Аллаға 1000 мәрте шүкіршілік айтып отырамын. Алла сендердей бола бергеніне. Енді өзіңнің артыңнан мерген үніңе үлгі көрсетіп, тәрбиелеп, жақсы жетістіктерге жеткізеді деп сенемін. Лайым сол сенімен ақталсын. Басқа не айта берем? Аман болыңдар, амандықпен кездескенше сау болыңдар. Ben büyüdü. 24 gün. Onu yazar işte. Tamam, kişi bir sınıf olsun diyorum. Hı hı.
Рахмет. Анаңның бір хаты өзіңде болсын деген ма? Менде де бар да, әмиянымда кезінде, студент кезінде мамамның жазып бергені. Қаншама телефонмен сөйлесеміз ғой мамамен. Бұлай кездескен кезде сөйлесеміз деген сияқты. Бірақ хатынан артық еш нәрсе жоқ та, ішіне сыйғызып жазады да бәрін. Сен сөзбен айтқаныңды хатқа одан да көп қылып сыйғызасың деген сияқты. Оны бір оқыған кезде бөлек бір тебіреніс болады деген сияқты. Бөлек бір дем береді, болмаса бір қиналған кезіңде, жаңағыдай оқыған кезде деген сияқты. Бәрін ұмытасың ғой. Ана мен баланың арасында махаббатты айтып жеткізу қиын ғой. 9 ай құрсағында көтереді, 2 жыл бауырында, одан кейін өмір бойы жанында ұстап жүреді деген сияқты. Толқып кетеді екенсің. Рахмет. Сол саған, достарыма ғой енді, саған беріп жатырмын. Өткенде Зухрабқа бердім осылай хатты. Өзім жақын достарыма осылай бір кішігірім сыйлық болсын деп. Оригиналды мамаға сақтап қой дедім. Ертең келген кезде өзі береді оригиналды. Мынаны принтерден шығарып алдым. Все. Рахмет. Кейде болады ғой бір. Осындай кездер болады. Өзінде болсыншы деген мұң. Жағынан шүкіршілік айтып, сенімен мақтанып, марқайып атқанда бір риза болсын ғой. Тең болмаса, ақысын бір сәл де болса ақтап атыр мекен ғой деп. Оқып толқып кеттік қожа. Ана бір апаммен еңбегін сатқан балартық деген әңгіме былай болған ғой. Ана біздің үй жақ көшенің соң жағында да су келетін. Мына жақтан автобустар тоқтайтын жағымен бас жағы болғанмен, екінші үйде мына жағынан огородқа келетін ауыз не бар ғой, аяқ су жағы. Сондайдың соң жағы. Шымен мен ненің сағасынан бастап қазып, көшен азаннан бастап шөптерін жұлып, бүкіл арықты тазалап, сөйтіп жолдардың құлағын жауып, жұрттардың ешкім шықпайды да барайық десем. Бір 3 километрден бас суды алып келем ғой жаққа қарай. Сөйтіп алып келіп енді кіріп жатыр да, бір кез үйге қора кіріп жатқан су қайтадан кейін қарай кетіп жатырмын. Жүгіріп барсам, о жақта бір үлкен апа бар еді, атын ұмытып қалдым. Ашып алған, апа мен деген мынаны азаннан бері алып келіп жатырмын. Түстен кейін 4:30 күн ыстық енді кіріп жатқан су. Үйге енді жетіп жатыр, мен әлі өзіме су жағдай кіре беріп едім, енді кіргізіп жатырмын. Ашып қойды, қазір мен толтырып алайын. Су мен қазір әкеп тұрмын ғой бірінші өзіме. Міне бәрі көршілердің бәрі түсіндіріп өттім, бағана сіздерге де түсіндіріп өттім десем. Ашпайсың, мен суарып аламын, сосын ішесің дейді ғой. Сосын айтамын, апа қалай ойлайсың, мен деген осындай ұқтым. Ана нені жауып атсам, келіп мені итеріп жүреді ғой сағат. Мен қайтадан барамын да, трубаны жауып тастаймын ғой, мен алып келетін судан деп. Оңбаған бір бәле, менің жасымды сыйламайсың ба деп. Сосын маған сол кез айтқанмын, апа еңбегін сатқан, сақалын сатқан кәрден еңбегін сатқан балартық деген. Мен азаннан бері еңбектеніп келдім, қайтасыз осындайда рахмет айтпайсыз ба? Менің арқамда сіз де су ішейін деп жатсыз, бүкіл көше су ішейін деп жатыр нардан деп. Мен осынша күн болды сіздерге барып, қарықтың бәрін қазайық бітіп қалған деп не айтып жатқаным. Соны есінде сақтап қалған ғой. Қайда ол кезде мен деген мектеп бітірген. Мамаға айтқаным ғой, сол бір бала кезіндегі сондай бір сөздері болса, бір қылықтары болса, соны жазып жіберсеңіз деп, бір Айбекке бір тосын сый болсын деп. Мамаларымыз енді кезінде, жас кездерінде хат жазған шығар енді. Балаларына бір хат жаза бермейді ғой. Бір осындай бір себеп қана болып қалмаса деген сияқты. Сол бір себеп болсын. Дұрыс, сол бала кезіндегі бәрі еске түсіріп бәрін соны айтсын дегенім ғой. Көз алдыма елестеп кетті ғой. Арықты қазып әкеліп жатқаным, ана апаға айтып жатқаным бәрі. Мамаға айтқам, сосын жаңағыдай айтпаңыз деп. Хатты берейін, сосын Айбек өзі звондап айтады, хатты алдым деп. Мына видеоны жіберем. Сен хатты оқы мамаға. Мамаға жіберем. Мамаға сәлемін жолдасам болады. Анашым, міне хатыңызды алдым. Маған бір тосын сый болды расымен. Алыста жүрміз ғой.
жаныңызда бола алмай жатқаныма өкінем. Сізді бері қарай әкелсем деген арманым бар Астанаға, жаныма. Сізсіз өтіп жатқан өміріме ғана қапалымын. Басқа күндеріме шүкір Аллаға, осы күнге мен жеткізгеніңізге, осындай тәрбие бергеніңізге, бүгінгі бір жеткен жетістігімнің титтейде бір пайызы өзімнің еңбегім болса, оның ең басты үлесі сіздердің берген тәрбиеде, сіздердің берген батада, өзіңіздің 5 уақыт намазыңызда біздердің амандығымызды тілеп, біздердің жолымыздың болуын тілеп отыратыныңызды білеміз. Алла осы тілегіңізді қабыл етсін. Аман болыңыз, біздің де тілегіміз. Сіз аман болыңыз, сіз ауырмаңыз. Сіз осылай балаларыңыз үшін марқайып, біздер үшін қуанып, осындай жақсы жазатын естеліктеріңіз көп болсын. Біз сізді жақсы көреміз. Балаларыңыз бар, немереңіз бар. Осы өмірден өткенше сізді бұл өмірден менің балаларыма рахмет, шүкір Аллаға. Алла осындай бала берген, рахмет, шүкір деп айтатындай, шүкіршілікпен өмір сүретіндей өмір сүрсек, онда біз бақыттымыз. Сіз солай бақытты болыңыз, балаларыңызбен, ұрпағыңызбен 1000 жасаңыз, өзіңіз 100 жасаңыз. Жақсы көрем. Рахмет досым, саған досындай. Анаммен арада байланыс орнатып. Апа, сізді жақсы көреміз. Ұлыңызға сіздің хатыңызды бердім. Аллаға шүкір. Сіздердің дұға тілектеріңіздің арқасында осылай Астананың төрінде аман есен жүргенімізге, бір-бірімізбен араласып, бір-бірімізбен сыйласып, сіз біз деп аналарымызға хабарласып, Алла тағала сізге ұзақ ғұмыр берсін. Балаңыз сізді әрбір тілегіне қосып отырады. Сондықтан сіз аман болыңыз. Тезірек ұлыңызбен кездесіңіз, немерелерді алып келіңіз өзіңізбен бірге. Біз сізді күтеміз, осында боламыз. Аман болыңыз, анашым.